Сәлем достар, менімен бірге өте дәмді, ерекше әрі тойымды тағамды бірге жасаңыздар. Алдымен етті жақсылап салқын суда жуып, қазанға салып, салқын су құйып, қақпағын жауып, қатты отта қайнағанша күтеміз. Қайнаған соң қақпағын ашып, видеода көрсетілгендей етіп көбігін аламыз. Егерде ет тұздалған болса, кішкене ғана тұз саламыз. Егерде свежий ет болатын болса, онда кішкене көбірек саламыз. Дәміне қарай саласыздар. Тағы да бір қайнатып жіберіп, көбігін аламыз. Енді бірден туралған картоппен салқын суға жуылған булгурды салып, өте баяу отта қақпағын сәл ғана ашып, 2 сағаттай пісіреміз. Егерде көбік жиналатын болса, арасында осылай ашып, көбігін алып тастап отырамыз. Енді осы аралықта зажарка жасаймыз. Ол үшін қызып тұрған табаға кішкене ғана сары май мен сұйық майды араластырып ерітеміз. Майдалап туралған пияз, сәбіз, болгар бұрышын орташа отта араластырып отырып қуырамыз. Кішкене томат қоссаңыздар да болады, помидор қоссаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңызбен. Шамамен 2 сағаттай өтті, етіміз пісті. Енді етті сүзіп алып, майдалап тураймыз. Зажарка және де лавр жапырағын салып, өте баяу отта тағы да 10 минуттай пісіреміз. Өткіштен өткізілген сарымсақты салып, оттың астын өшіреміз. Енді үстіне майдалап туралған етті салып, жақсылап араластырамыз. Тамағымыз дайын, достар. Тамақты ыдысқа құйып, қалауыңыз бойынша зейлін салып, және де егер қышқыл жақсы көретін болсаңыз, лимон қосып жіберсеңіз, өте дәмді болып шығады. Тамағымыз дайын, достар, өте дәмді, тойымды болып шығады. Менің рецептімен жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Ас болсын, сіздермен болған Назым. Сіздерге рахмет.